Баршаңызға сәлем. Бүгін керемет печенье жасайтын боламыз. Мына оған бізге алдымен бөлме температурасына еріп тұрған жұмсақ сармай қажет. Үстіне оның бір дана жұмыртқамызды саламыз, сұйық майымызды құямыз. Және де қантымызды саламыз. Бізге мында жүгері крахмалы қажет болады. Жүгері крахмалын салып аламыз. Және де мында ұн. Мен ұнның үстіне алдын ала қопсықышымен ванилинді салып алдым. Осы ұнымыздың барлығын салып, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Бізде өте керемет қамыр дайын болады. Қолға жабыспайтын өте керемет қамыр шығады. Мына біздің қамырымыз дайын болды. Енді біз печеньенің формасын жасаймыз. Бұл печеньеға неше түрлі формада жасасаңыздар болады. Өзіңіздің қалауыңызбен осылай дөңгелектеп, барлығын дөңгелектеп осыдан бір формада жасайтын боламын. Және де үстінен қалауыңызша әртүрлі ою-өрнектер жасасаңыздар болады. Мен осы шанышқымен үстінен осылай оюлап, осылай үстінен басып форма жасап шықтым. Енді бұл печеньеміз барлығын жасап шыққаннан кейін 260 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Біздің печеньеміз қатты қызармайды, ақшылдау болып пісіп шығады. Біздің печеньеміз дайын болғанша, енді біз осы печенье әрлеу үшін мен шоколад қолданамын. Осы шоколадымыздың үстіне сұйық майымызды құйып, водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп алсаңыздар болады. Біздің уже печеньеміз пісіп шықты, дайын болып, бұны осындай керемет болды. Енді мына біз печеньеміз ыстықтай, біз сразу формада алмаймыз. Толық суығанша осылай тұру қажет. Суығаннан кейін ғана аламыз, а то біздің печеньеміз үгітіліп, шашылып қалады. Мына біздің печеньеміз суды, енді печеньемізді жинайтын боламыз. Мына мен шоколадымызды ертіп алдым, және де әрлеуіне мен осындай арахиспен вафельный крошка қолданатын боламын. Барлығы да өзіңіздің қалауыңызбен печеньеміз пісіп шықты, өте керемет болып. Енді осы печеньемізді осылай шоколадымызға батырып алатын боламыз. Шетін ғана батырып, осылай әрлейміз. Шоколадымызға малдық, енді осылай арахисқа малып әрлеп аламыз. Өте керемет сәтті рецепт, міндетті жасап көріңіздер. Сіздерде де осындай керемет болып шығады. Осы рецепттің толық нұсқасын осы видео астына описаниеда қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Оны келесіне тағы осылай көрсетейін. Өте үгітілмелі, өте жұмсақ балдарыңызға енді міндетті түрде ұнайтын болады. Мына енді вафельный крошкаға осылай әрлейміз. Мына біздің печеньеміз өте керемет болып шықты. Мына осылай толық бізде осы печеньеден 30 дана шығады. Өте керемет болып шығатын печеньені міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де осы рецепт сізге ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше баршаңызға сәттілік.